Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сметаник пирогын жасайтын боламыз. Өте қолжетімді, үй жағдайында жасалатын заттармен жасаймыз. Бұл өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз таза ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Содан кейін разрыхитель салып, бір араластырып жібереміз. Бөлме температурасында тұрған сары майды қолдануымыз қажет. Ескертетін жайт, сары май 60%-дан жоғары болмау керек. Егер 60%-дан жоғары болған жағдайда біздің тестамыз сынып кетуі мүмкін піскеннен кейін. Сол себепті 60%-дық майды қолданған жөн. Екеуін жақсылап араластырып, қамыр илеп шығамыз. Міндетті түрде бөлме температурасында тұрса, біздің сары майымыз өте жұмсақ болып, қамыр илегенге де ыңғайлы болады. Осылай жақсылап екеуін араластырып алғаннан кейін осылай үгітесіздер. Сосын біз ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, сахарды салып, кішкене ертіп аламыз. Қантымызды енді осылай тестаға салып, жақсылап илеп, қамыр етіп шығарамыз. Осылай кішкене мыжып илесеңіздер, қамырларыңыз қатты болмайды, керемет болып шығады. Дайын болған қамырды 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол арада біз ішіне салатын начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа және де қаймақ қажет болады. Қаймақ негізі 25%-дық өте жақсы болады. Осылай жұмыртқамыз бен қантымызды салып, кішкене миксерлеп жібереміз де, қаймағымызды саламыз. Сосын қаймақ салып болғаннан кейін кішкене араластырып, ванилин салатын боламыз. Осылай дайындап аламыз. Енді біз қамырымызды холодильниктен алып, кішкене май астына жағамыз дәлестің, сосын формаға орналастырамыз. Осылай кішкене қолмен жайып аламыз да, формаға салып, бір тегістеп аламыз. Тегістеп болғаннан кейін осылай вилкамен шеттерлі басып, үй ортасын тесіп шығамыз. Сосын біз тестамызды құйып, 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Сіздерге ескертетін жайт, печкаға салғаннан кейін қайта ашудың қажеті жоқ. Ол жағдайда біздің начинкамыз дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол себепті уақыт болғанша ашуға кеңес беремін. Ал достар, осылай пісіріп алыңыздар. Ал енді осылай жасап көріңіздер. Міндетті түрде видео рецепті ұнаса лайк, комментария қалдырып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.